Армысыздар, құрметті қауым. Қарағанды облысы Абай қаласының орталық аудандық кітапханасы қазақ ағартушысы, ақын, жазушы, педагог, қоғам қайраткері, 20 ғасырдың бас кезіндегі қазақ мәдениеті мен әдебиетінің көрнекті өкілі Міржақып Дулатұлының 140 жылдығына арналған Алаш арысы Міржақып Дулатұлы атты бейнеролигін ұсынады. Алыстан алаш десе аттанамын, қазақты қазақ десе мақтанамын, болғанда атам қазақ, шешем қазақ, мен неге қазақтықтан сақтанамын деп Міржақып Дулатұлы айтқандай, әдебиеттің дамуына үлес қосқан қаламгер және қоғамдық әлеуметтік іске белсене араласқан қайраткер Міржақып Дулатұлы бұрынғы Торғай облысының Жанкелдин ауданындағы Қызбел ауылында 1885 жылы 25 қарашада дүниеге келген. Әкесі Дулат ескіше оқыған, өз дәулеті өзіне жетерлік шаруасы бар, қолы шебер адам болған. Кіші баласы Міржақыпты ауыл молдасына оқуға береді. 2 жылдан кейін ол ауылдық мектепте Мұқан Тоқтарбайұлы деген мұғалімнен орысша сабақ алады. Міржақып Дулатов өзі жазған өмірбаянда былай деген екен: 1897 жылы мен 2 сыныптық орыс қазақ училищесіне түстім. Оны бітіргеннен кейін оқытушылар курсында оқып, ауыл мұғалімі деген мамандық алдым. Осымен менің оқу орындарынан білім алуым аяқталды. 1902 жылдан бастап ауылда мұғалімдік қызметімді атқара жүріп, бос уақытымды білімді жетілуге жұмсадым. Бір өкініштісі, Міржақып 2 жасында анасыз қалып, 12 жасында әкесінен айырылады. Анасы Дәнеш өнерге жақын адам болды. Қазақтың халық әндерін өте тамаша орындады. Міржақыптың үлкен ағасы Асқар тәрбиелеп өсірді. Міржақып орыс жазушыларының шығармаларымен танысып, өз бетінше оқып, орыс тілін жетік меңгерді. 6 жыл ұстаздық ету барысында көп нәрсені үйреніп, өз халқының тәуелсіздігі үшін күреске дайындалды. Оның ақындық таланты дәл осы жылдары көрінді. 1906 жылы ол көптеген қазақ жастары оқитын Петербург қаласында болды. 1907 жылы Санкт-Петербургте шыққан Серке басылымында оның жастық шақ поэмасы мен біздің мақсатымыз атты мақаласы жарық көрді. Міржақыптың алғашқы өлеңдер жинағы 1909 жылы Қазан қаласында Оян қазақ деген атпен жарық көрді. Бұл кітаптың қазақ оқырмандарына әсері өте күшті болды. Кітап жас авторды патша билеушілерінің қудалауына алып келді. Оны тергеу органдарының бақылауына алды. Содан кейін кітаптың бүкіл тарауына тәркіленді. Міржақып Дулатұлының көптеген әңгімелері лақап аттармен шыққан. Оның жиі қолданған есімдері Азамат, Мадияр, Таймінер, Түрік баласы және Арғын баласы. Қаламгердің алғашқы кітабы Оян қазақ болса, 1 жылдан кейін Бақытсыз Жамал романы жарыққа шықты. 1913 жылы Орынборда Азамат, ал 1915 жылы Керме атты өлеңдер жинағы басылды. Ақынның өлеңдеріне басты тақырыбы ел тағдыры. 1914 жылы 14 мамырда Міржақып Дулатұлы Омск қаласында өмір сүрген Ғайни Жамал Баймұрат қызымен бірге отбасын құрады. Ақынның қызы Гүлнар Дулатованың естеліктеріне сүйенсек, үйлену тойы Омбы қаласының жанындағы Қаламзина станциясының мейрамханасында өтті. Үйлену тойынан кейін жаңа үйленген Дулатовтар бірден Орынбор қаласына кетеді. Жанұяларында 5 бала болады. Гүлнардан басқасының бәрі ауырып өмірден кетеді. Гүлнар апайдың әкесіне жасаған еңбегі өте зор. 1917-18 жылдары Міржақып Алаш қозғалысының жұмысына қайта кірісіп, Ресей үшін қиын жылдары ел тәуелсіздігіне қатысты мәселелермен айналысты. 1917 жылы маусым желтоқсан өткен жалпы қазақ съездеріне жұмысына қатысты. Кеңес өкіметі орнағаннан кейін ол біраз уақыт Орынбордағы газет журналдарда жұмыс істеді.
1920 жылы Ташкентке келіп, сол жерде Ақжол газетінің редакциясында, содан кейін Семей облысының әділет органдарында жұмыс істеді. Сол жылдары Міржақып әдебиет пен арифметика, геометрия бойынша оқулықтар жазды. Фирдауси, Крылов, Пушкин, Лермонтов және Шиллердің шығармаларын қазақ тіліне аударды. Сол кездегі қайраткердің жазған шығармашылық еңбектері өте зор болды. Оян қазақ өлеңдер жинағы Уфада жарық көрді. 1910 жылы Бақытсыз Жамал романы, 1913 жылы Азамат өлеңдер жинағы, 1915 жыл Терме әдеби публицистикалық кітабын шығарды. Міржақыптың тұңғыш романы Бақытсыз Жамал. 1922-1926 жылдары Қазақ Халық Ағарту институтында оқытушы болып жұмыс істейді. 1922 жылы Міржақып Дулатұлы заңсыз қамауға алынады. Бірақ бұл әділетсіздік ұзаққа созылмады және ол Семейден Орынборға ауыстырылғаннан кейін қамаудан босатылды. 1924 жылы Міржақып қазақ зиялыларының бірінші съезіне қатысып сөз сөйледі. 1928 жылы кеңестік тоталитарлық жүйе қайтадан Міржақыпты тұтқындады. Қызылорда түрмесінен көрші камераларында Жүсіпбек Аймауытұлы мен Ахмет Байтұрсынұлы онымен бірге отырды. Міржақып Дулатұлы өлім жазасына кесілді. Бірақ оның өлім жазасына бас бостандықты 10 жылға айырумен алмастырды. Алдымен 2 жыл бойы Бутыр түрмесінде отырды. Артынан Сосновец лагеріне айдалды. Лагерде жүрсе де шығармашылықтан қол үзбеді. Түркі, орыс сөздігін жазды. Міржақып осы оқу құралын мыңдаған қазақ, қырғыз және басқа түркі тілдес елдердің өкілдері үшін жазып берген. Ал өзінің емшілік қасиеттерін көрген соң аса табысты нәтижелермен қамалғандарды емдеп жүрді. Міржақып Дулатұлы 1935 жылы осы лагерде ауыр науқастан көз жұмады. Алғашқы азаптық қапиру жолында басын ажалға байлаған ақын айдада жүріп өмірден өтті. Оның жалғыз мұрагері Гүлнар Міржақып қызының ерен еңбегінің нәтижесінде әкесі Міржақып Дулатұлы толығымен ақталып, шығармалары жаңартылып және оқырмандарға шындық шырағат 2 томдық естелік ұсынылды. Ақынға арналған жүйелі жұмыстардың нәтижесінде 2002 жылдан бастап 2004 жылдарға дейін алаш ардагерлерінің арасында бірінші болып Міржақып Дулатұлы еңбектері 5 том болып басылды. Сонымен қатар 1993 жылдан бастап 2009 жыл аралықтарында режиссер Қалиолла Умаров қазақ телефильм киностудиясында Міржақыптың оралуы, алаш туралы сөз, Алашорда фильмдерін түсірді. Оян қазақ атты фильмде шығып, жұртшылықтың көңілінен шықты. Осындай игі істердің және бір топ еріктілердің күш-жігерінің нәтижесінде алыс Сібірде, Карелия жерінде жатқан Міржақып Дулатұлының мәйіті 1989 жылы қызы Гүлнар Дулатованың бастамасымен міржақыптанушы ғалым Мұрат Әбсеметов, белгілі кинорежиссер Қалиолла Умаров, танымал журналист Қайсар Әлім және өте өзге де адамдардың қатысуымен 1992 жылы Қазақстанға туған жері Торғай даласына, яғни туған жеріне қайтарылып, құрметпен жерленіп, қазақтың салт дәстүріне сай басына кесене тұрғызылды. Қазақтың аса көрнекті ағартушысы, қоғам қайраткері, ақын, жазушы Міржақып Дулатұлының кесенесі мен мұражайының кірпіші Бидайық ауылында 1992 жылы қаланды. 2016 жылы Міржақып атындағы мұражай мен кесененің әділет жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қайта жаңартып, сыртын заманауи кірпіштермен көзге қанық етіп өргізген. Мұражай 2 қабатты. Жоғарғы қабатында Міржақып Дулатұлының замандастарымен отбасымен түскен және өзінің естілік қабырға суреттері, түс киіздері мен тұтынған көне заттары бар. Ал 5 жұлдыз бабамыздың Соловецк лагерінде қабірінің басынан қойған белгісі. Оның ұрпақтары 1992 жылы арулап әкеліп мұражайға ескерткіш ретінде тапсырған. Мұражай мен кесененің ара қашықтығы 70-80 метр.
Осы аралықты төсеніш тастармен жалғаған мемориалда мұражайда ақынның қызы Гүлнұр тапсырған суреттер, жол сөмкесі, күміспен қапталған белбеу, тағы басқа заттары бар. Міржақыптың басына зиярат етушілер шетелдерден арнайы келіп жатады. Олар кесене маңындағы мұражайға соқпай кетпейді екен. Осындай білімді, қасиетті тұлғаларымыз мәңгілік жадымызда.